Бұл менің ойымша армяндарға деген қарсылық емес. Бұл әйтпесе жаңа не дейміз, билікке деген қарсылық емес шығар. Бұл қатталып қалған қазақтың ұлттық құндылықтарының әлі өзінің орнын таппауы. Бұл бұрынғы жаңағы отаршылдықтың езгісінде қалған белгілердің бәрін сол орында қалуы деп ойлаймын. Маған ең болмаса керек десеңіздер, ресторанның аты да не деген сонда? Древний Рим. Сонда Сарыарқаның ортасында тұрған ресторанды қазақтың жеріндегі Древний Рим деп атауға мен өзім ойлаймын. Мен ойымша Ереванда Стамбул деген, әйтпесе Алтай деген ресторанды өлсе де қойдырмайды олар. Бұл белгілі нәрсе. Бізге де дәл сол сияқты. Древний Рим деген империя. Біз де империяның қол астында болған халықпыз. Неге олар Сарыарқа деп қоймайды? Неліктен олар Думан демейді осы отырған жерімізде? Неліктен олар дастархан демейді? Бізге сол сөздің бәрі қазір жүрегімізге тиеді. Біздер жаңа көшедегі Павлодар, Петропавл деген сөз, не дейді жаңағы өгізге қызыл шүберек көрсеткен сияқты. Осылардың бәрі осы 30 жылда өзінің жаңағы шешімін таппаған сайын, бұның бәрі бізге қорлық есебінде келеді. Мен түстем жаңағы ресторанда, менде талай ресторанда тұтқан уақыттарда талай жерде тұрып айтуға тура келді, қазақша бір ән қойсаңдаршы деп. Мен сонда 30 жыл тәуелсіздігімді алып отырып соны сұрауым керек па? Және сол тәуелсіздікті алып беруге мен қатыстым. Мен сол тәуелсіздік үшін не дейді, жаттық, жазаландық, олар өйткен жоқ деген нәрсенің бәрі жинала береді да бірінің үстіне бірі. Сол ресторандағы ас мәзірін қараңдаршы, мен ойымша қазақша бір ауыз сөз жоқ. 30 жылдан кейін. Жалғыз емес, мен айтып отырған бәрі. Бірақ солардың бәрі жаңағы неге бұлар осылай жасамайды деген нәрсенің бәрі жаңағы қарапайым азаматтарға сол қорлық, сол не дейміз жаңағы төмендетілу, сол аналардың жоғары тұруы сияқты. Оның ішіне бұның әлеуметтік теңсіздік бар. Олардың бай болуы, одан кейін тендер деген сөз кетеді. Басқа жақтан жұмысшылар алып келген, осылардың бәрі біріне бір қатталып қалған мәселе. Сондықтан бұны ойбай еш нәрсе болған жоқ, бұл бытовой драка деп нәрсе. Әңгіме айтулықтан неліктен сонда 2000 адам жиналды? Егер ол жай ғана бір екі топтың арасындағы төбелес болса, неліктен? Неліктен Әзербайжанның диаспорасы шығып кешірім сұрап тұр? Неліктен премьер-министр Пашинянға жиын айтып жатыр? Арменияны. Армения жақта дүрлеп. Неліктен? Неліктен халық бұны ұлтаралық қақтығыс деп қабылдады? Демек соны зерттеу керек та. Дәл осындай жағдай 10 жыл бұрын түрк жұмысшылар мен қазақ жұмысшылар арасында Атырауда да болып, бұл Шелекте, Малбайда ұйғырдың бір топ жастары менен қазақ жастарының арасында болды. Бірақ осылардың бәрінің ешқайсысы аяғына дейін талданған жоқ. Анализ, сараптама жасалған жоқ. Тек қана бас мүмкін айтылмайды тұрған жай. Бірақ оны қоғамдық деңгейде жасауымыз керек. Мысалы біз Шелекке комиссия жібердік. 6 үй бірігіп, бір аптаға комиссия сол жерде жұмыс істеді. Ол ертең гәзитке шықты. Оған ешкім көңіл бөлген жоқ. Неліктен шықты, неліктен қойды деген. Біз мемлекеттің орнына жұмыс істеуге тура келді. Бұның біз себебін іздедік. Біз әңгіме жағының бәрін тоқтаймыз. Қысқасы, демек бұл жағдай, Қарағандыдағы жағдай, бұл мәселенің әлі тоқтамайтынын көрсетеді. Неге сол жерде жаңа айтқан ассамблеяның мүшелері, неліктен сол жерде бір медиаторлар болған жоқ? Неліктен сол жерде мысалы азаматтық қоғамның өкілдері болған жоқ? Неліктен ақсақалдар болған жоқ? Негізінен жүрген жастар, орта жастағылар да бар шығар. Сол жердегі ішіндегі бір-екі беделді адамдар, елге танымал адамдар тоқтатуға тырысты. Дегенмен менің ойымша осыны пайдалана отырып, ең болмаса жаңағы ресторанның атын өзгертер едім. Осы талапты қояр едім армяндарға. Сол жердегі бүкіл Қазақстандағы, егер шамасы сол Қарағандыдағы ресторандардағы ас мәзірін тексеріп шығарамын. Бұлардың бәрі ертең тағы да көтерілетін жағдайлар. Өйткені ананың бәрін мен өз басым қорлық есебінде қабылдаймын. Ас мәзірінің қазақша жазылмауы мен үшін қорлық. Екінші мәселе қазақша сөйлей алмау болады. Әлі күнге дейін 30 жыл өтсе де. Мейлі ол армян болсын, мейлі ол қазақ болсын, мейлі ол орыс болсын. Бұл демек біздің ана тілімізді сыйламау, біз анамыз сыйламау. Біз осылай қабылдаймыз, оны олар түсінбейді. Оны билікте түсінбейді. Онда тұрған не бар? Қай тілде сөйлесеңдер еркін ғой. Бірақ біз отаршылдықтан шыққан ел өзіміздің ана тілімізді қайталап көтеру. Қысқасы осындай нәрсенің бәрін сол жерде де бір шама шешіп алу керек еді, бірақ соны ұйымдастырған жаңа сол жердегі болған жігіттердің көбі сол айқай-дауырықпен кетіп қойған сияқты. Бірақ сол жерге жиналып қалғандарға мен шын айту керек, алғыс айтамын да. Бұлар қазақтың бір боздағы кетті деп отыр. Бұлар армяндарға кет деп жатқан жоқ, басқа деп жатқан жоқ. Ішінде енді бір-екі адам айтқан, бұны бүкіл қоғам айтты деп айтпау керек. Сол жердегі жиналғаннан барып керек. Бұл да мәселе түсіну керек. Екіншіден маған ұнамаған біреу $1 миллион төлесін деген сияқты бірдеме көтеріпті да. Бұл өте не дейміз жаңағы нашар идея қазақстанда. Өйткені ол не дейді, $100 миллион ақшасы бар адам 100 қазақтың баласын өлтіріп $1 миллионнан таратып берсін деген бе? Ондай нәрсені айтпау керек. Оны қалған уақыттарда соған материалдық шығын дейме, жаза ма, әйтпесе өзінің көңілмен апарып бере ма,
жаңағы кейіннен қылмысты болып табылған адамның ата анасы әйтпесе достары деген сияқты, бұл екінші мәселе. Ондай мәселені көтермеу керек еді. Қысқасы, бұл қоғамға тағы бір ой тастады да. Бұл ой қазақтың ұлттық мәселесі шешілмейінше бізде тыныштық орнай қоймайды. Уақыт келген бір Уақыт келген уақытта уақыт өтіп бара жатыр да. Өтіп бара жатыр. Біз бұны саналы түрде шешпесек, мемлекет жаңағы қазақ тілінде заң қабылдап, қазақ тілін дамытатын, қазақ тілінің қажеттілігін жасайтын, бізге келген адамдар қазақ тілін білуге міндетті болатын, қашып болмайтын бұл жерде. Барлық жерде сондай. Ресейде де, Англияда да, Францияда да біз сондай жағдайға қашан жетеміз деген ой біздің бәрімізде қалды. Сондықтан егер осыны мемлекет шешпесе, осындай мәселені жасай алмаса, бұл мәселе тоқтамайды еш уақытта. Ашу ыза деген өте жаман нәрсе, намыс деген жаман нәрсе.